Осы күні 90-шы жылдары қара дүрсін мінез танытқандарды бандит деп танып, баугеспе қылып көрсету белең алғаны белгілі. Арасында ел тонаған, қарақшылықпен айналысқан, қалтасы қалыңдарды қан қақсатқандары бар шығар. Бірақ кеше ғана өмірден өткен Сабыржан Махметов туралы бұлай айту әбестік болар. Ол кісі елін шын сүйген арды азамат, қазақ жұртын қызғыштай қорып өткен қас баһадүр. Тәуелсіздік алар тұста Оралда сепаратистер бас көтергенде соларға қарсы тұрып, қазақ мүддесі үшін жанын пида етуге даяр болған саңлақ сардар еді. Сабыржан Махметовке қатысты былайғы жұрт біле бермейтін тағы бірнеше факт бар. Бүгін соларды тізіп берейін. Сабыржан Махметов жекпе-жек өнерінің хас шебері, КСРО-ның еңбек сіңірген спортшысы, КСРО және Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы, КСРО әуе десант әскерінің 3 дүркін чемпионы, ережесіз жекпе-жектен 9 дүркін әлем чемпионы, КСРО мен Қазақстанда кикбоксингтің іргетасын қалаушы, керек десеңіз дүниежүзілік жекпе-жек қауымдастығының президенті де болған. Сабыржан Махметов шыққан бұл биікке әлі ешбір жан маңайламақ түгілі қол соза алған жоқ. Сабыржан Махметов есімі 90-шы жылдардың басында қалың жұртқа кең танылды. Жекпе-жек федерациясының президенті болып, қазақ кикбоксингінің негізін қалап, мәртебесін асқақтатты. Бір кездері Сабыржан Махметов бастаған жігіттерді қылмыс әлеміне билік етушілер деп қаралап, дүдамал пікір айтушыларда болғанын жасырмайды. Бірақ анығында ол кісіні қазақ жұртын келімсектерден қорғау үшін қайрат көрсеткен қайраткер ретінде қабылдауымыз керек. Сөзімізге Орал оқиғасы дәлел бола алады. 1991 жылы Оралда сепаратистік ұрандар естіліп жатты. 1991 жылдың ақпанында Орал автономиялы облысын құру пиғылы айтылды. Оған Қазақстанның Орал, Гурьев облыстары мен Қалмақ автономиясы республикасының жерлері енеттесті. Өз әскері мен қауіпсіздік органдарын құру да жобаланды. Казактар өз тарапынан әділетті, тілдік, тең құқықты, ұлттық саясатты талап етті. Олар Қазақстан тәуелсіздік алса, оны қабылдамау әрекеттерінде жасады. Міне, осындай әккі ой жергілікті жұрттың шымбайына батты. Сөйтіп 1991 жылдың қыркүйегінде Орал казактары басшылары Ресей тәжіне қызмет еткендеріне 400 жыл толуын ештеңеге қарамастан кең ауқымда атап өтпек болды. Жаман үйді қонағы билейді деп намыстанған қазақ жігіттері бұл бассыздыққа көз жұма қарамады. Орталық алаңда болғалы жатқан мерекенің тас талқанын шығарды. Қазақты басып, жаншып, тастамақ болған казақтарды тым-тырақай қуды. Сепаратистерге қарсылық танытып қазақ жерін келімсектерден қорғап қалған қайсар жандардың арасында Сабыржан Махметов бастаған жігіттер де бар еді. Ол кісі бұқаралық ақпарат құралдарына жиі сұхбат берді деп айта алмаймыз, бірақ реті келіп сөз тізгіні беріліп жатса, елдік мәселе көтеріп ұлттық рухты оятатын дүниелерді тілге тиек ететін. Мәселен, Парасат журналының 2014 жылы жарық көрген нөмірі 6 санында былай деген: менің намысыма түйіп жүрген мәселе соңғы кездері бізде сабырлы, төзімді, көнбіс болайық деген ұрандардың жиі айтылуы. Жаратқан адамға малдан ерекше болсын деп өзіндік көзқарас, сана, ұстаным берді емес пе? Өз ойын бүгіп үнемі үндемейтін қоғамда екіжүзділер мен қорқақтар көбейеді. Ал қазақ қасқыр, бөрі секілді қайсар, арыстан, барыс дегендер мысық тұқымдас болғандықтан қолға үйренеді. Циркте билеп, елдің көңілін көтереді, қол жалайды. Ал қасқыр жарықтықтың хайуанаттар бағында торда торығып тұрғанын ғана көресің. Сонда да рухы тәуелсіз екенін байқатып, көзінен от шашып тұрады. Оны маймылша билетуге ешкімнің тәуекелі бармайды, билете де алмайды. Міне осындай ұлтын сүйген айбарлы азаматтан сол уақытта ел басқарғандар сескенгені рас. Белгілі ақын Қазыбек Иса өз естеліктерінде былай дейді: Сабыржанның ел ішіндегі беделінен қорыққан билік пен құқық қорғау орындары оған бопсалаушы деген айып тағып 7 жылға соттады. Соның 6 жылын ол абақтыда өткізді. Сол кезде Шығыс Қазақстан облысында түрмеде отырған Сабыржан Махметті қайтыс болды деген қауесетпен, ұмытпасам, «Караван не время» газеттерінің бірі
«Сабур уходит в небо» деген шулы мақала шығарды. Кейін мақала авторы түрмеге барып, Сабыржаннан кешірім сұрап сұхбат алды. Сол кезде журналистің сұрауымен Сабыржан сақал алатын алмастың біреуін қорабынан шығарып, саусағымен шертіп қалғанда қашықта тұрған картон қағазды тіліп түсті деп жазғаны есімізде. Сабыржан Махметов текті азамат, Кенесары ханның түмен басы болған Төлек Темір батырдың тікелей ұрпағы. Өз ұлтын риясыз сүйген ұлтшыл жан, сондықтан ұлттық қоғамдық ұйымдардың басында жүрді. Желтоқсан көтерілісі құрбандарын ақтау үшін шырпыр болған Мұхтар Шахановқа қолдау көрсетті. Ол кезде Шаханов Халық рухы партиясын құру үшін қол жинап жүрген. Осы әрекетіне қарсылық танытып кедергі келтіргісі келгендер көп болғаны сөзсіз. Міне сол сәтте Сабыржан Махметовтың бұйрығымен бір топ жігіт Мұхтар Шахановты қорғап қалды. Бұл туралы Мұхаңның өзі былай дейді: «Бірде түнде серуендеп шықсам, артымнан екі жігіт лесіп келеді. Қайда барсам, сонда барады. Өзімді бір түрлі сезіндім, бірақ олар: бізден қорықпаңыз, біз сіздің қоғамдық қорғаушыларыңызбыз, сізді күзетіп жүрміз» деп жазады. Олар Сабыржанның сарбаздары болып шыққан. Сабыржан Махметов жайлы айтылар осындай естелік көп, ал сіз қандай ерлігін білесіз? Комментарий қалдырып бөлісе отырыңыз.